саламатсыздар. Бүгінгі тақырыбымыз Қазақстан Республикасында қаржы жүйесін ұйымдастыру. Дәрістің мақсаты қаржы жүйесінің ұғымын, қаржы жүйесінің құрамы мен экономикалық мәнін, қаржы жүйесін ұйымдастыру қағидаттарын түсіну, қаржы жүйесінің буындарының маңызын ашу. Дәріс жоспары: жалпы қаржы жүйесі. Екінші сұрақ: Қазақстан Республикадағы қаржы жүйесі. Қаржы жүйесі ұғымы қатынастар жиынтығын қамтиды. Ол қатынастар негізінде ақшалай қаражаттардың, сондай-ақ бұл қатынастарды ұйымдастырушы органдардың тиісті қорлары қалыптасады және пайдаланады. Жалпы қаржы жүйесі бұл мемлекет пен кәсіпорындардың орталықтандырылған және орталықтандырылмаған ақша қорларын құру және пайдалану процесіндегі қаржы қатынастарының оқшауланған, бірақ өзара байланысқан әр түрлі салалары мен буындарының, сондай-ақ оларды ұйымдастыратын қаржы органдарының жиынтығы. Қаржы жүйесі анықтамасының бұл принципалды үлгісіне сәйкес қаржы жүйесі мынандай үш бөлікті қамтиды: қаржы қатынастарының жиынтығы, ақша қорларының жиынтығы, басқарудың қаржы аппараты. Қаржы қатынастары өзінің экономикалық табиғаты жөнінен бөлгіштік қатынастар болып табылады. Оның үстіне құнды бөлу ең алдымен субъектілер бойынша жүзеге асырылады. Сондықтан қоғамдық өндірістегі субъектілердің рөлі қаржы қатынастары жіктемесінің алғашқы объективті белгісі ретінде көрінеді. Осыған сәйкес қаржы қатынастарының буындарына тән болып келетін тиісті орталықтандырылған және орталықтандырылмаған ақша қорларының жиынтығы қаржы жүйесінің екінші бөлігін құрайды. Өзінің тарихи дамуына қаржы жүйесі ұзақ эволюциядан өтті. Қаржы қатынастарының пайда болуы кезінде қаржы жүйесі жалпыға мәлім әдетте тек бір буынмен мемлекеттік бюджетпен шектеледі. Классикалық капитализм жағдайында батыстың көптеген өрнек ниетті елдерінің, соның ішінде бұрынғы КСРО-ның қаржы жүйесінің екі негізгі буын мемлекеттік бюджет пен жергілікті қаржылар құрады. Олар ақша қорларын қалыптастыруға мүмкіндік береді. Бұл буындардың көмегімен мемлекет өзінің саяси және экономикалық функцияларын орындап отырады. Қазақстан Республикасында макро және микроэкономиканың қаржы жүйесін реттеліп отыратын қаржы қатынастары мен ақша ресурстарының жиынтығы және оларды жұмылдыруды, халық шаруашылығын қаржыландыру мен несиелеуге байланысты бөлуді жүзеге асыратын қаржы мекемелері құрайды. Бүгінде Қазақстанның қаржы жүйесі қаржы қатынастарының біршама дербес мына салаларынан тұрады: мемлекеттік бюджет жүйесі, мемлекеттік несие, жергілікті қаржылар, шаруашылық жүргізуші субъектілердің корпорациялық қаржылары, халықтың үй шаруашылығының қаржысы. Қаржы қатынастарының алғашқы екі бөлігі жалпы мемлекеттік, яғни орталықтандырылған қаржыларға жатады, және макро деңгейіндегі экономика мен әлеуметтік қатынастарды реттеу үшін пайдаланылады. Жергілікті қаржылар мемлекеттің қаржы жүйесінің маңызды сферасы болып табылады. Жергілікті қаржылардың әлеуметтік рөлі олардың құрамы мен құрылымы бүтіндей жергілікті органдарына жүктелінген функциялардың сипатымен, сондай-ақ мемлекеттің әкімшілік аумақтық құрылысы мен
және оның саяси экономикалық бағыттылығымен анықталады. Жалпы қаржылардың бүкіл жүйесі, бүкіл құрамы деген сөз екі ірілендірілген бөлікке біріктіріледі. Мемлекеттік және муниципалдық қаржылар шаруашылық жүргізуші субъектілердің қаржылары, корпорациялық қаржылар. Қаржы жүйесінің құрамы бұл қаржы қатынастарының әр түрлі сфералары мен буындарының жиынтығы. Қатынастардың бұл процесіне түрлі ақша қорлары құрылып пайдаланылады. Қаржы жүйесін құруды негізгі мына қағидаттар қойылған. Қаржы жүйесін ұйымдастыруда централизм мен демократизмнің үйлесуі. Бұл қағидат жергілікті қаржы органдарының тиісті жергілікті әкімшілікке және жоғарғы қаржы органдарына екі жақты бағынышты жүйесін алдын ала айқындалады. Ұлттық және аумақтық мүдделерді сақтау. Бұл қағидат қаржы қатынастарында аймақты дамытуды қабылдауға болатын деңгейі сияқты ұлттық теңдікті қамтамасыз етуді де талап етеді. Қаржы жүйесінің бірлігінің қағидаты орталық қаржы органдарының арқылы мемлекеттің жүргізіп отырған бірыңғай мақсаттары мен алдын ала айқындалып отырылады. Қаржылардың барлық буындарын басқару бірыңғай негізгі заңнамалық және нормативтік келісімдерге негізделеді. Назарларыңызға рахмет. Сабақ аяқталды.